көтергене басыңды қалай бұның? Мұз боп еріп кеткен бе бар айыбының? Көтергене басыңды, күніңді босқа өткізіп бедің. Тағдырың неге сыр айтты сараң? Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған? Тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкі мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Кім айтты саған? Жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды, асылды қорлатпайды деп. Қиналып бекер алаңдадың ау, ойыңды шығар өріске. Өзіңе айтшы ғаламда мынау жеңудің бәрі жеңіс пе? Жігітке арман жеткізіп беді, өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына орай осындай сағатымызды өткізіп жатырмыз. Мен Мұқағали Мақатаевты менің қызым жақсы оқиды, өлеңдері бар, жаттап жатқа біледі. Сондықтан мен осы Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына өзімнің атынан осындай сыйлықтарымыз бар, кітапханаға. Мұқағали Мақатаев, бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Деп бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әр асты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегіңше киіп бақыттысың емес пе? Жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан гөрі жүрсең керек, соның өзі жақсат қой. Ей, бақыт деген жерік мініп, той-тойлы. Сен болғай, күйбең менен қардың тойса қар тойлау. Бақыт деген адал жанмен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай солықтым.